Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін үй жағдайында оңай дайындалатын сүзбелі ірімшік қосылған тоқаш, яғни бөлке нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар жұмсақ сүзбелі ірімшік, 9 немесе 9-дан жоғарғы процентті қолдансаңыздар, сіздерде өте дәмді болып шығады. Сүзбелі ірімшіктің үстіне қант, ұн, қамыр қопсытқыш, шамалы тұз салып араластырамыз. Бастапқы кезде лопатканың көмегімен араластырып, кейіннен үстіне сұйық майды құямыз. Және де 2 дана жұмыртқаны салып, қолымызбен басып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Бізде қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығуы керек. Біздің қамырымыз дайын. Шамалы қолға жабысқан жағдайда бетіне құрғағын сеуіп, басып илеуге болады. Кейіннен шамамен 30-40 минут бөлме температурасында салафанға салып демалтып қоямыз қамырымызды. Теңдей 3 бөлшекке бөлеміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2 бөлшекте бөлуге болады. Мен 3 бөлшекке бөлдім. Кейіннен домалақ формаға келтіріп, жұқа етіп жайып бастаймыз оқтаудың көмегімен. Жайған кезде бізде шамалы жабысуы мүмкін, сондықтан құрғағын себеміз. Жұқа етіп жаямыз. Қамырды жұқа етіп жайғаннан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізде сүзбелі ірімшік, қалауыңыз бойынша қантын аз немесе көп мөлшерде қолдануға болады. Барлық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қойдым, сол жерден көре аласыздар. Сүзбелі ірімшік, жұмыртқа, қантты блендермен еземіз. Езгенде бізде осындай сұйық салма дайын болады. Жайылған қамырдың үстіне жаймалап жағып шығамыз. Толықтай барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Қолмен де езуге болады, бірақ блендермен майда болып жақсы езіледі. Кейіннен жақсылап жіңішке болдырып, жаңағы жайылған қамырымызды ораймыз. Оралған рулет қамырымызды 2 саусақтың көлемінде етіп, пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Бізде қамырымыздың құрамында қамыр қопсытқыш болғандықтан, кейіннен табаға орналастырған кезде бір-біріне қатты жақын емес етіп орналастырамыз. Себебі біздің тоқашымыз пісе келе өсетін болады. Сондықтан арасын алыстап қоямыз. Алдын ала қыздырылып қойған 170 градус пеште шамамен 30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сүзбелі ірімшік қосылған тоқашымыз жұмсақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.